сәлеметсіздер ме менің тыңдармандарым, лайктарыңызды басып өтіңіздер. Қос перзентін мүгедек еткен отбасы. Сержан мен Балжан өте қарапайым ауыл тұрғындары. Екеуінің де жоғары білімдері жоқ. Ешбір мекемеде жұмыста істемейді. Есігін алдындағы шағын жерде егіншілікпен айналысып сонымен күн көреді. Бір сауын сиыры бар, ел қатары етпен емес сол сиырдың айран сүтімен әйтеуір бір тамақ жасап асқазандарын алдап күн кешіп келеді. Тұңғышы Ерқанаттың болғаны екеуі қатты қуанады. Әкесінің қамқоршысы, өзге балалар секілді ойын қуып, көше кезіп кетпейді. Күнмен жарыса оянып, бақшаға кіріп, шөбін шауып, егіннің бәріне өз қарайды. Кішкентайы Сабина болса аздау еркелеу. Әке-шешесіне өте көп талап қояды. Маған ананы алып бер, мынаны алып бер, мынаны жегім келеді, ананы жегім келмейді деген секілді өмірі ештеңеге көңілі толмайды. Анасына әбден мезеткен бар тірлікті Ерқанат істеп жүрген соң үнемі ұлына көңіл бөліп, қызын бір шетке ысырып қоя береді. Балжан негізінде сөнбейтін бұлжыңдау әйел. Тынбай еңбектен келе жатқандықтан ба, шаршау, қимыл қозғалысы баяу, асықпайтын жанның бірі. Өзгелер секілді егіске кісі жалдап, ақысын төлеп жатқан жоқ. Бар түскен табыс өздерінде қалса да, ақшаның берекесі жоқ. Келген табыстың қайда кетіп жатқан есептейтін жанның өзі жоқ. Сараңдығы соншама қызының ойнайтын бір ғана қуыршағы бар. Сабинаның бар жұбанышы, алданышы сол қуыршақ. Есік алдына таңнан қара кешке дейін жалғыз өзі сол қуыршағын ермей кетеді. Мұңдасы, сырласы да сол қуыршақ. Ол қуыршақта жоқшылықты сезгендей оңайлыққа бұзыла қоймайды. Бұл қуыршақтың Сабина үшін орны тым бөлек. Кейде ашуланып біреуге өкпелесе, қуыршағын ұрсып лақтырып жібереді. Талай рет лақтырса да, байғұс қуыршақ бүлінген емес. Әдеттегідей ашуланып, қуыршағын сыртқа лақтырып, қарны ашып үйге кірді. Түскі астың уақыты асса да, анасы әлі тамақ дайындай қоймапты. Тоңазытқышты ашып жүрек жалғар бірдеңе іздей бастады. Бір күн бұрынғы өзің сүйіп жейтін асы мантыны көріп, анасына жылтып беруін өтінді. Бұл тамақты олар тек мереке немесе туылған күндерде ғана жейтін. Бір күн бұрын Ерқанаттың туылған күні болып соған пісірген болатын. Қызым, ол тамақ ашып қалған, жеуге болмайды. Партаға біраз ойнай тұр. Қарным ашты анашым. Өтінем, жылтып беріңізші. Қызым, болмайды дедім. Бар қане ойна. Ашуыма тиме. Сабина көзі жасқа толып, қуыршағымен ойнау үшін сыртқа шықты. Өзінің лақтырып кеткен сүйікті де жалғыз қуыршағын есік алдында байлаулы отырған иті шайнап, жыртып тастапты. Қуыршағын көтеріп анасына жүгіріп жылап барды. Анашым, ана ит менің қуыршағымды тістеп жыртып тастапты. Қараңызшы мынаған. Өтініш оны тігіп жөндеп беріңізші. Қызым, ары кетші басымды қатырмай. Оны тігіп отыратын уақытым да жоқ. Анашым, өтінем, қуыршағымды жөндеп беріңізші. Сен сосын неге сөз ұқпайсың? Кетші кет деген соң. Онда мантыны жылтып беріңізші, қарным ашты анашым. Ол манты ашып қалған. Итке береміз. Қазір тамақ піседі. Оған дейін ойнай тұр. Сабина қуыршағын тістелеп тастаған итіне өштесіп, одан кек алып итті өлтірмек болды. Әкесінің бұрынғы құтырған итінің қалай өлтірген есіне түсті. Әкесі құтырған итке нанның арасын шиша бөтелкені майдалап салып берген болатын. Сол бір көрініс есіне түсіп, шиша бөтелкені майталап, тоңазытқышқа тұрған мантылердің арасына салып қойды. Үйдің ішінде дауыстап, анасы, Сабина, қызым, бар, ағаң мен әкеңді түскі асқа шақырып кел, деп айқайлайды. Сабина жүгіре барып, әкесі мен ағасын түскі асқа шақырып келді. Әке-шешесі, ағасы үйде тамақтанып отырғанда, осы сыртта анасының әлгі мантылерді итке бергенін күтіп отырды. Анасы шақырса да үйге кірмеді. Анасы ұзақ уақыт шықпаған соң үйге кірген қыз байғұстың үстел үстінде тұрған мантыны көріп жүрегі тоқтап қала жаздады. Ағасы асыға бұралақтап аузына тығып жатыр. Әкесі енді ғана үстел үстіне жайғасқан секілді. Бісмілләсін айтып, қолын тамаққа соза бергенде Сабина айғайлап жіберді. Жоқ, жемеңіз. Анашым, ол мантыны ашып кеткені қайда? Оны неге ағам мен әкем жеп отыр? Итке береміз дегеніңіз кәні. Қызым, соған бола сонша айқайлағаны не көрінді? Сен кішкентай қызсың, тамақта жесең де болады. Ал ағаң мен әкең таңның кешке дейін жұмыс істеп жүр. Қарындары ашып қалады. Кел, мен саған сүттен сүйікті ботқаңды дайындап қойдым. Аға, әке, жоқ, жемеңіздер. Сабина жүгіре барып тарелкідегі мантылерді жерге аударып тастады. Балжан қатты ашуланып, қыздың құйрығынан шапалақпен салып жіберді. Ақымақ қыз, тамақты неге төктің? Үндемеген сайын басыма шықтың ғой. Анашым, ағама қараңызшы. Балжан жалт бұрыла қарап еді, аузынан қан сорғалап жатқан ұлын көріп, әбдірап қалды. Сабина бұрынғысынан дағы шошып кетті. Балжан мен Серік не болған түсіне алар емес.
Балжан қызын жұлқылап қояр емес. Сен қыз не істедің? Ол тамақтың ішінде не бар? Айт жаның барында. Анашым, мен... Айт деймін саған. Қызымен дауласып тұрғанда Ерқанат есінен танып қалады. Серік жедел жәрдем шақырып қойған болатын. Көп ұзамай жедел жәрдем бригадасы келіп ауруханаға алып кетті. Балжан ашуға бой алдырып өз әрекетін бақылай алмайтындай күйде болатын. Ашу үстінде қыз кішкентай қызды есік алдында қоймаға қамап кетті. Шұғыл түрде Ерқанаттың бірнеше жеріне ота жасалды. Ұлын уайымдаған ата-ана қыздарын мүлдем ұмытып кетті. Түні бойы ауруханада болып, таңға жақын үйге келген соң Сабина есіне түсті. Балжан жүгіріп қоймаға барды. Барса қызы есінен танып жатыр. Қайтадан жедел жәрдем шақырып қызын ауруханаға алып барды. Алла абырой бергенде еш жеріне зақым келмеген, бірақ та қатты шошынып қалған көрініп тұр. Әбден есеңгіреп қалған, анасының құшағына қысып жылап жіберді. Қызым, саған не болды? Неге жылап тұрсың? Кешірші мен, кешіре аласың ба? Неге бұлай істедің? Ол тамаққа шеше қосып нең бар еді? Олай істеуге не себеп болды? Неге үндемейсің, қызым? Қаншама сұрақ қойса да бірде-бір жауап жоқ. Тек қана үнсіздік. Кіп-кішкентай қыз, көздерінің жасы тоқтар емес. Үнсіз ғана ішінен тынып жылап отыр. Денсаулығында ешбір кінәрат болмаған соң үйлеріне қайтарды. Үйіне жеткен бойда есік алдында жыртылып жатқан жалғыз қуыршағын қолына алып жұлқылап, одан әрі жыртып, бұзып тастауға тырысты. Шамасы жетпеген соң аяғымен езгілеп әбден тепкілей берді. Балжан мен Серік қыздарын әрең сабырға шақырып тыныштандырды. Қызым-ау, ол қуыршақ саған не істеді? Ол сенің сүйікті қуыршағың емес пе? Оны неге соншама тепкіледің? Оның не жазығы не? Тағы да сол үнсіздік. Үйдің ішін, ауладан бірдеңе іздеп Сабина ары-бері жүгіріп жүр. Оның ағасын іздеп жүрген Серік пен Балжан бірден түсіне қоймады. Қызым, не іздеп жүрсің? Неге жүгіре бересің? Бірдеңе десеңші, неге сөйлемейсің? Тағы да сол күйі ешбір жауап жоқ. Шыдамы таусылған ата-ана қыздарын құшақтап жүзіне тік қарап еді, оның еріндері қимылдағанмен ешбір дыбыс шықпай тұрғанын түсінді. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Менің қызыма ештеңе болған жоқ. Сен қатынға дауа жоқ. Қызды неге қамап кеттің? Ал не болды ал? Қорыққаннан мылқау болды да қалды. Осы ма қалағаның? Иә, Сабина қатты қорыққаннан тілін жұтып қойды. Мылқау болып қалды. Ал Ерқанат болса мүгедектер арбасына байланып қалды. Отбасының шырқы бұзылды. Серік жалғыз өзі тыным таппай әйтеуір күнкөріске жетерлік ақша тауып келеді. Қыздың не үшін мұндай әрекетке барғанын түсінген ана жүрегі қос перзентіне қарап тілім-тілім болып сыздап ауырады. Өкінет, күйінет, бірақ өткенді кері қайтара алмайды. Бұл жағдайға кім кінәлі? Қыздың көзінше итке шиша сынықтарын нанға қосып беріп, итті азаптап өлтірген әкесі кінәлі ме? Қызына көңіл бөлмеген, қуыршағын төгуге жарамай, ұл-қызын бөліп жарып, бар тәттіні ұлының аузына тыққан анасы кінәлі ме? Қуыршағын тістеп жарытқан үшін итке кек сақтап оны өлтірмек болған кішкентай ғана қыз кінәлі ме? Кейде қу тірліктің артынан қуып баланың қалауын орындамай, оларға уақыт таппай жататынымыз рас. Міне көрдіңіз бе? Кішкентай өтіріктің соңы қандай қайғыға душар етті. Егер де ана сол кезде қуыршағын тікіп жөндеп берсе, байғұс қыз итке өштес қалмас еді. Әкесі қыздың психологиясына әсер ететін мұндай көріністі қыздың көзінше жасамаса, қызы бұл әрекетке бармас еді. Сұрақ көп, бірақ ол сұрақтың жауабын тапқанмен, енді ештеңе өзгерту мүмкін емес екені айдан анық. Балаңызға бір сәт көңіл бөле жүріңіз. Ал сіздің ойыңызша кім кінәлі?